Қымбатты көрермен, бұл Атырау таңы. Біз бағдарламамызды одан әрмен студия меймандарының сұхбатымен жалғастыратын боламыз. Дәл қазір бізде қонақта халықаралық бірнеше байқаулардың жеңімпаздары, жас дарындар Санат Асуат және Дінмұхаммед Нұрхабаев бізде қонақта. Қош келдіңіздер. Сәлеметсіз. Көңіл-күйлеріңіз қалай? Өте жақсы. Енді біз сіздерді білеміз, жалпы көптеген үлкен додаларда топ жарып жүрсіздер. Жалпы енді біз үнемі келген бағдарламамыздың қонақтарынан ең бірінші бұл таңғы бағдарлама болғандықтан, таңғы уақыттарыңыз қалай басталады? Қандай көңіл күймен оянасыздар? Мен тұрғанда таңғы жаттығулар жасаймын, дауысқа арналған жаттығулар жасаймын. Сіз, Димаш? Мен таңертең тұрған соң тағам ішемін. Тағамнан соң дауысқа мән бересіздер? мән беремін. Енді сіздер енді әнші болғаннан кейін жалпы дауысты сақтау бұл ең маңызды орында. Қалай күтім жасайсыздар дауыстарыңызға? Салқын сусындарды ішпей, тек бұл енді күн сайын жалпы қолданасыздар ма, әлде бір байқаулардың алдында қолданып тұрасыздар? байқаулардың алдында. Бәрекелді, енді сіздерді көптеген байқаулардан топ жарып жүргендеріңізді білеміз. Енді биыл өздеріңіз білесіздер, соңғы уақытта карантин режимінде өтті, көптеген мектеп оқушыларының сабақтары онлайн түрде өтті. Сіздер бұл уақытты қалай өткіздіңіздер? Өздерінің дайындықтарыңызды қалай шыңдадыңыздар? Мен скайппен дайындалдым. Скайппен және онлайн режимде сабақ алдым. Димаш, сіз? Мен карантин уақытында өзіме өлең жазып жүрдім. Өзіме композитор болып. Ән жазасыз, е? Ән жаздым, е. Бәрекелді. Қандай әндер жаза бастадыңыз? Бұл современный әндер. Енді сізді көпшілік Атыраудың Димаш атанып, Димашы деп атайды. Жалпы бұл атау кім берді сізге ең алғаш? Қай уақыттан бастап атай бастады сізді? Мені сөйтіп атау тек 2016-да бастады. 2016-да, е. Қазір көптеген жерге барғанда сізді Атыраудың Димаш деп атайды осылай ма? Бәрекелді, оның өзі біз үшін де бір қуаныш енді. Димаш Құдайбергенді бәріміз де білеміз ғой, қазақтың маңдайына біткен жарық жұлдыздардың бірі. Енді жалпы өздеріңіз дуэт болып ән айтады екенсіздер қазіргі таңда. Бұған дейін де жеке көптеген жаңа айтып өткендей байқауларда топ жардыңыздар. Соларды атап өтсеңіздер өздеріңіз. Ең соңғы менің байқауым бұл балалар Евровидениесі. Ол 2018 жылда өтті. Және де Димаш Құдайбергеновтың «Бақытты бала» атты жобасы, соның премиясын ұтып алдым. Бәрекелді, Димаш, сіз? Менің ең соңғы конкурстарым бұл ұлттық конкурсы «Бала дауысы». 2017-те өтті. Бұл телевизионный конкурс. Бала даусынан кейін тағы екі телевизионный. Біреуі Астанада, Аялағын Астана деген конкурс. Үшіншісі Мәскеу қаласында, Вавийск облысы. Бұл конкурста мен Игорь Николаевтың кешінде өлең айтқам. Игорь Николаевтың кешінде ең үлкен бал алғам. Бәрекелді. Енді бұл үлкен додаларға қатысу, жалпы екінің бірінің еншісіне бұйыра бермейтін бақыт, және де ол байқауда топ жару, одан да өткен бақыт. Енді бұл үлкен байқау болғандықтан көптеген өздеріңіз сияқты дарынды жас таланттар қатысады. Сізде көп достар таптыңыздар. Енді сіздер үшін осы байқауда кімнің өнері үстем болды деп ойлайсыздар, және өздеріңізге үлгі тұтатын кімдерді айтар едіңіздер? Менің жұлдызды достарым бар. Олар Ержан Максиммен таныспын. Мержан Жидебай, ол биыл «Голос детиға» қатысты. Финалға дейін өтті. Енді осы жалпы байқауларда вокал жанрында ән шырқайсыздар, е? Осы вокал бойынша дәріс салып жүрген боларсыздар өздеріңіз, е? Қай уақыттан бастап? Дәріс, сабақ алып жүрсіздер? Мен 5 жастан бастап ән айтамын. Бірақ осы 3 жыл мен профессионалды
сабақтар аламын. Димаш, сіз? Мен вокалды 11 жастан бастаған. 11 жаста өзімнің талантымды біліп қалып, өзім Сезіндіңіз, сезіндім, иә. Жалпы енді сіздердің дуэт болып ән шырқай бастаған уақыттарыңыз қай уақыттан басталды, және қазіргі таңда қандай туындылар бар сіздердің репертуарларыңызда? Біз дуэт болып 2017 жылдан бастап ән айттық. Ол қыста. Содан бері бірге ән айтасыздар, осы орайда енді біздің көрермендерге де айта кетейік, жалпы тағы да алдағы байқауларға дайындық үстіндесіздер. Енді сіздер туралы дайындалған арнайы бейнесюжет бар. Құрметті көрермендер, бүгін бізде қонақта талантты жас әншілер Санат Асуат және Дінмұхамед Нұрқабаев. Біз осы дарындар шәкірттер туралы арнайы бейнесюжет әзірлеген болатынбыз. Ендеше қымбатты телекөрермен, дәл қазір біздің студиямыздағы талантты жастар туралы әзірленген бейнесюжетті тамашалап алайық. Содан соң сұхбатымызды жалғастыратын боламыз. Атырау жері талай таланттарды тербеткенін білеміз. Біздің бүгінгі кейіпкерлеріміз Атыраудың Димашы атанып кеткен Дінмұхамед Нұрқабаев пен талантты Санат Асуат. Олар Junior Eurovision 2018 бала дауысы сынды халықаралық байқауларда топ жарып, ел мерейін асқақтатып келеді. Олар әнші болуды бала кезінен армандаған. Мен 5 жастан ән айтам. Бірінші рет сахнаға шыққаным ол 5 жасымда болған, балалар хорымен. Ал ең соңғы байқауым ол балалар Евровидениесі. Мен сол байқаудан 3-ші орын алып келдім. Өзім талантымды шыңдап келе жатырмын. Соңғы байқауым бұл халықаралық конкурс Алмалы KZ. Бұл жерден біз бірінші орын алдық. Қалай Ерекше, өте жақсы өтті. Өнерлі өрендер 4 тілде ән шырқайды. Әр байқаудан ерекше әсер алып, шабыттанып қайтатындарын айтады. Карантин уақытында да шығармашылығын шыңдап, үнемі өздерін жетілдіріп отырған. Бүгінде олар дайындықтарын шыңдауда. Ал Санат пен Дінмұхамедтің ұстаздары талантты балалардың жастайынан әнге деген қызығушылығы, еңбекқорлығы туралы ойларымен бөлісті. Өнерде жүрген соң тек қана филармонияның әртістері емес, мына бүлдіршіндерден жасөспірімдер, солардың арасынан мен іздеп жүрем. Әрдайым, іріктеп емес, іздеп жүрем бір талантты, бір өте жаңағы дарынды балаларды. Енді әншілік жағы, би жағы мен өзім көңіліме өте жақын, сондықтан сол жағынан балаларды жаңа байқап қарап жүрем. Сонда осы фантазияның құрамында жүргенде Димашты көрдім. Сосын бір шараларда Санатты көріп, екеуінің өнеріне мен қызығып, керемет деп. Одан қалды ол екеуінің өнері, ол өнер тек қана өнер емес қой, ол өнерді баптау керек. Айналасындағы жүрген мамаларының баптаулары, әке-шешелерінің қолпаштауы барлығы бір өзінің жемісін беріп жатыр. Мысалы, қазір бүгінгі күні, жаңана Македонияға баруы, кімнің Санаттың, басқа да республикадағы өтіп жатырған Евровидение, тағы да келіп жатырған үлкен-үлкен шаралардың лауреаты болып жатыр. Димаш сонау Мәскеуге барып, анау Николаевтың керемет бағдарламасына қатысып, сол кісілердің аузынан Димаш туралы әдемі сөздер естіп жатыр мен мысалға. Оның бәрі деген тек қана Димаштың таланты емес, ол айналасындағы мана баптап жүрген адамдардың да жаңағы еңбегі деп айтам. Осы Димаш пен Санаттың дуэт құрып айтып, өлең айтып жүргеніне осы 2 жылдай болды. Сол аралықта өзім мұғалім ретінде сабақ бердім. Димаш пен Санаттың ерекшелігі менің берген тапсырмамды бұлжытпай орындап, дәл солай қайталанып келетін. Ол Димаш пен Санаттың табиғи таланттылығынан деп ойлаймын. Жаста болса талай белестерді бағындырған жастарындар Атырау таңы бағдарламасында қонақта болып, көрермендерге әдемі ән тарту етеді.
Қымбатты көрермен, біз сұхбатымызды одан әрмен жалғастыратын боламыз. Енді сіздер тек қана қазақша ән емес, сонымен қатар басқа шет тілінде де ән шырқайды екенсіздер. Қандай әндер бар сіздер? Біз ағылшынша, итальянша әндер шырқаймыз. Жалпы сіздердің репертуарларыңызда авторлық әндер бар ма өздеріңіздің? Иә, әрине бір Қандай авторлық әніміз бар, Жұлдызды жол деген. Оның авторы ол белгілі композитор Жаслан Нұрғазиев. Бұл өлеңге біз өте мән бердік. Бұл өлеңге өте көп репетиция жасап, өте көп техника бойынан жұмыс жасап жаздық. Бәрекелді. Көп рахмет сіздерге. Енді біздің бағдарламаның таңы көрермендеріне тілектеріңіз болса, қандай тілек етесіздер? Әрқашанда күліп жүре беріңіздер, себебі біздің өміріміз жақсы. Әрқашанда осылай әрқашанда күліп жүріңіздер, аман болыңыздар. аман болыңыздар. Және ешқашан берілмеңіздер. Бәрекелді, көп рахмет сіздерге. Шығармашылық табыстар тілейміз. Қадірмен телекөрермен, дәл қазір біздің сұхбатымыздан соң студиямыздағы меймандарымыздың, жас дарындардың өнерін тамашалайтын боласыздар. Ендеше арнадан ауыспаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Қарасам ойлана, құлпырған айнала, ғажайып қадала, керемет небір, бақыты балаша, күлкімі жараса, емес пе тамаша, сүрсе көмір. Тым солай досым-ай, барадам осылай, соғыстан шошымай, алаңсыз жүрсек, бар бала ырғалтып, ән салсақ шырқатып, осы ғой шын бақыт, ойнап күлсем, алтын өмір ай. Жатсыншы балда, мынау кең заманда, мынау кең ғаламда, достасын адамдар, шырқап шалқып, алтын өмір ай. Шаттық көңіл ай, жасай берсін мәңгі дүние, неткенсің де, алтын өмір ай. Шаттық көңіл ай, жасай берсін мәңгі дүние, неткенсің де. Бір, екі, үш, төрт, алтын өмір ай, шаттық көңіл ай, жасай берсін мәңгі дүние, неткенсің де.